процент жақсы көретін қыз бар емес па, Мери деген. Сонымен ана жаңадан келген бала коридорда мәз кетіп бара жатыр ғой. Кореш тоғып тоқтаттым да, маған қарап бұқаланып тұрып, оған мектепте кім екенін көрсетіпті. Кім кетті оны шақыруға? Әли кеткен бағана. Ана бұқа ғана. Сабақтан шықпай қойды, уақытым жоқ деп. Сағып біткеннен соң ғана шығам дейді. О шешең жақсы боласыз. Сонда бір сөзіңді өткізе алмадың ба? Енді шықпай қойды ғой. Позор. 10-шы сынып болып, қайдағы жоқ бір 9-ның баласына бір новенький біреуге сөзіңді өткізе алмай. Мен өзім бара салым керек еді. Негіздеп жатқаным ба? Әлі де кеш емес, барып ертіп келсей. Қош өтеміз. Тут жаңадан келген гүліміз краш екен, Красавчик, Алматыдан келген көрініп тұр ғой. Алматыдан келген деп кім айтты оны? Кеше Инстаграм қараған шығармыз. Уже инстасын тауып алдың ба? Даже WhatsApp номерін, Telegram, ВКонтакт, YouTube каналынан тауып алдым ғой. Немене, хакерсің ба? Либо басқа айналысатын түрлерің жоқ па? Просто интересно болып кетті. Ол енді барып Мерейге ғашық болып күйдірмесе болды ше. Сол ғой, кеттік. Абдасыл. Тоғызын сумка новиден бала кепті, соған барып қайтақшы. Қандай ол? Білмеймін. Новиден келген екен бұқаланып жүр ғой. Қойш, жүрсе кеттік. Мерей, сен қайда тұрасың? Үйде. Білем ғой дейкім. Сол қай жерде екенін сұрайын деген ғой. Оның не қалсы? Просто мен қалған дұрыс білмеймін да. Сол жаттап жүргем. Жақсы болған. Ерсұлтан, сен 10-шы сыныпта Абдрасыл мен Мейрамбек шақырып жатыр. Бірақ бармай қой, олар бұзық, саған тиісі мүмкін. Жалғыз гүлімізде әрілік қылмайық. Аты кетті, бір-екі ұры тасайсың. Не болдың? Шақырған емет дейді. Жүрс мектептің атына балдармен танысақ. Танысқым деп тұрған жоқ. Керек болса өздерің келіңдер. Или сабақтың біткенін күтіңдер. Ей, ема-ей, інім. Сол өзің көп амамақ ма?